Сәлеметсіздер ме? Мен Абай атындағы номер 2 мектеп лицейінің 9-шы сынып оқушысы Бақтора Жанерке. Мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай өлең оқу эстафетасын бастай отырып, осы эстафетаны мектеп лицейіміздің аға тәлімгері Гүлжазира Өмірбекқызына, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қазима Мажитовнаға және 10-шы сынып оқушысы Алғамжанов Мейіржанға жолдаймын. Мұқағали Мақатаев: адамды адам түсінбеу бір ақырет. Адамды адам түсінбеу бір ақырет, ойлы жаз, түсініпсің рахмет. Рахмет жазсың ғой жалыны мол және де қуаты көп. Ойлы жаз, өлең менің бар тынысым, жақсы сөзім жаны екі халқым үшін. Атақ қуып, бақ қуып, даңқ қуып, өзгелерден жүрген жон арту үшін. Оңашада ойларын тынып еткен, біздейлердің мыңы кеп мыңы кеткен. Ақындар бар, амалсыз бұғып өткен, ақындар бар, ішінен тынып өткен. Біздейлердің мыңы кеп мыңы кеткен. Бізді олардың балама біріне де, ұлыға да санама іріге де. Қалам тартқан қазақтың бәрі ақын, Абай бірақ қайтадан тірілеме. Ойлы жаз, өлең менің сырласымдай, сырлассам да құмарым жүр басылмай. Айтып өткен ақында арман бар ма, жүрегінің түбіне кір жасырмай.